Сәлем лидерім, өзіңмен байланыста эксперт ұстазың Айкерім апай. Бүгін өзіңе фотосинтездің жарық кезеңін жақсылап түсіндіріп өткім келеді. Фотосинтез процесі біреулерге қиын, біреулерге оңай. Қиын болуының себебі де бар шығар, себебі ол жерде бірнеше күрделі процестер жүзеге асады. Алайда бүгінгі сабақта сол тақырыпты қарапайым тілде, тестте келетін сұрақтарды қамти отырып өзіңе жақсылап түсіндіріп бергім келеді. Сен дайын болсаң, барлық тақырыптарды түсіндіруге Айкерім апайыңды дайын. Ендеше сабағымызды бастайық. Ең бірінші фотосинтездің жарық кезеңіне толықтай тоқталмас бұрын, ал сен білесің, фотосинтездің жарық кезеңі бар және қараңғы кезеңі бар. Бұл фотосинтездің жарық кезеңіне толық тоқталмас бұрын мен фотосинтездің өзіне жеке тоқталып өткім келеді. Жалпы, сонау 7-ші сыныпта, сен қазір 11-ші сыныптың оқушысы болуы мүмкін, 10-ші сыныптың оқушысы болуы мүмкін, алайда 7-ші сыныпта биология пәнімен танысудың нәтижесінде сен фотосинтездің не екендігін, фотосинтездің анықтамасын жаттаған боларсың, иә? Сонымен фотосинтез дегеніміз не нәрсе, ол қандай процесс? Кеттік ендеше. Фотосинтез міндетті түрде жарықтың, күн сәулесінің қатысуымен жүзеге асатын күрделі процесс және өсімдіктің жасыл бөліктерінде, яғни жапырағында жүретін процесс болады. Ол жерде бізге көмір қышқыл газы атмосферадан, яғни ауадан өсімдікке сіңіріледі. Ол жердегі хлоропласт міндетті түрде қатысады. Хлоропласттың ішінде хлорофилл деп аталатын дәндер бар, иә. Сонымен қатар бейорганикалық зат суда қатысады. Нәтижесінде не шығады? Фотосинтездің нәтижесінде соңында атмосфераға оттегі бөлініп шығады. Сонымен қатар органикалық зат қант, глюкоза, немесе оны көмір су түзіледі дейді, қант түзіледі дейді, гексоза түзіледі деп айтып жатады. Себебі глюкозаның формуласы С6H12O6 екендігін білесің, сол себептен де гексоза түзіледі деп те айтып жатамыз. Сонымен фотосинтез дегеніміз не нәрсе десе, күннің қатысында жүретін бейорганикалық заттардың әсерінен, жарықтың және хлорофилдің есебінен органикалық заттардың түзілуі және атмосфераға оттегінің бөлініп шығу процесі деп түсіндіреміз. Ендеше фотосинтездің не екендігін есіңе түсіріп алсаң, мына жердегі хлоропласт деп аталатын органоидты құрылымның ішкі құрылысындай есіңе сала кетейін. Ол үшін мына суретке назар аудар. Бұл жерде хлоропласттың құрылысы жақсы көрсетілген. Хлоропласттың өзі қос мембраналы органоид екенін білесің. Ол сыртқы мембранадан және ішкі мембранадан тұрады. Және осы екі мембрананың арасында мембрана аралық кеңістіктің де бар екендігін білесің. Енді сол ішкі мембрананың ішінің өзінің бос кеңістіктің өзі арнайы сұйықтықпен толтырып тұрады. Яғни тұтқырлы сұйықтық. Ол сұйықтықты біз не деп атаймыз? Строма деп атаймыз. Стромадан бөлек іштегі қатпарлардан түзілген тыйын тәріздес мынандай құрылымдар бар. Бұлардың атын біз тилакоидтар деп атаймыз. Мінекей тыйын тәрізді құрылымдар. Бұл тилакоидтар бір-бірінің үстіне қатарласа тыйын тәрізде жинақталып орналасу арқылы мынандай граналарды түседі. Мінекей тилакоидтар тыйын тәрізде түзіліп тұр, және олар қатарласа орналаса грананы түзіп тұр. Алайда тыйын тәрізді осы тилакоидтардың ішінің өзі қуыстан тұрады. Ол қуыстардың атын, тилакоидтың ішінің қуысын біз люмен деп атаймыз. Және бір тилакоидтың келесі екінші бір тилакоидтық граналармен жалғасатын жерін біз не деп атаймыз? Ламела деп атаймыз. Неге лидерім? Хлоропласттың құрылысының ішінің өзінде бірнеше термин бар, оның барлығын бір есіңе салып өту артықтық етпес. Енді осы жерде тестте келетін сұрақ бар. Фотосинтездің жарық кезеңі хлоропласттың қай жерінде жүреді? Қараңғы кезеңі қай жерде жүреді? Фотосинтездің жарық кезеңі мынау тыйын тәріздес тилакоидта жүреді. Яғни, нақтырақ айтатын болсақ, тилакоидтың мембранасында жүреді. Тилакоидтың өзінің сыртында мембранасы болады. Сол тилакоид мембранасында фотосинтездің бүгінгі өтілетін жарық кезеңі жүреді. Ал қараңғы кезеңше, қараңғы кезеңі біз Кальвин циклі деп атаймыз. Сол Кальвин циклі фотосинтездің қараңғы кезеңі мына стромада жүреді. Яғни ішін толтырып тұрған сұйықтық стромада фотосинтездің қараңғы кезеңі жүзеге асырылады. Бүгінгі сабағымызда жарық кезеңіне тоқталып өтеміз. Сабақ ұнаған болатын болса, жақсылап қолдап қойсаңдар, келесі жолы фотосинтездің қараңғы кезеңінде түсіндіріп өтетін боламын. Кеттік ендеше, бастайық.
Жаңа айтып кеткенімдей, фотосинтездің жарық кезеңі мен қараңғы кезеңі, жарық кезеңі тилакоидтың мембранасында жүзеге асады деп айттым, ал қараңғы кезеңі Кальвин циклі ол стромада жүзеге асады дедім. Жарық кезеңіне өзі атап тұрғандай жарық керек, су қажет. Нәтижесінде бұл жерде оттек атмосфераға бөлініп шығады және одан бөлек екі зат түзіледі фотосинтездің жарық кезеңінде. Ол АТФ және НАДФ-H2. Оттегі атмосфераға бөлініп шығып кетсе, мына екі зат қайда кетеді? Бұл екі зат энергия көзі. Бұл АТФ пен НАДФ-H2 әрмен қарай фотосинтездің қараңғы кезеңі Кальвин циклінің жүруінен қажет. Сонда логикаға салсаң, фотосинтездің қараңғы кезеңі фотосинтездің жарық кезеңіне тәуелді. Себебі жарық кезеңіндегі түзілетін осы екі зат фотосинтездің қараңғы кезеңіне энергия болып беріледі. Фотосинтездің қараңғы кезеңінде соңында түзілетін негізгі маңызды зат ол әрине жаңағы айтылған біздің глюкозамыз, яғни қантымыз. Глюкоза деп те айтылады, қант дейді де, көмірсу дейді де, гексоза дейді де, бұның барлығы енді бір мағына, иә. Соңында, яғни фотосинтездің қараңғы кезеңде осы қанттың түзілетіндігін білгейсің. Ендеше бүгінгі тақырыбымызда осы фотосинтездің жарық кезеңіне кезек береміз. Фотосинтездің жарық кезеңі үшін қандай заттар қажет, яғни не қатысу қажет? Мына бір жерде әдемі гифкада оң жағында саған жақсылап тұрып жапырақтың ішкі құрылысындағы жасушасы, оның ішіне хлоропласттың өзін жақсылап көрсетіп тұр. Ал мына сол жақтағы бейнеде, гифкалық бейнеде тилакоидтың мембранасының жақсы жарықтың түсу нәтижесінде ішіндегі кешендердегі жүретін процестер гифкамен көрсетіліп тұр. Енді фотосинтездің жарық фазасының жүзеге асуына қажетті заттарға кезек берейік. Ең әуелі әрине ол күн сәулесі. Кезеңнің аты жарық кезеңі деп тұрғандықтан күн сәулесі қажет. Сонымен қатар H2O, яғни су қажет. Хлорофилл пигменті, хлоропласттың ішіндегі дән тәрізді орналасатын. Алайда осы жерде тағы бір дүние айта кетейінші. Хлорофилл пигментінің 4 түрі бар негізі. А, Б, С, Д хлорофильдері бар. Алайда өсімдіктерде А, Б хлорофильдері кездеседі. Негізі көбірек кездеседі жасыл өсімдіктерде А хлорофилі. Сол себептен де қазір сен А хлорофилі туралы көбірек тақырыптарда, анықтамалықтардан соны көретін боласың кітабыңда. Келесі электрон тасымалдаушы нәруыздар және мына бір гифкада назар аударсаң, карусель сияқты айналып тұрған кешен тұр. Бұл кешен АТФ синтаза деп аталатын кешен, өзі атап тұрғандай АТФ-ті жасап шығаратын кешен болады. Мінекей осы заттардың, осы дүниелердің қатысуымен фотосинтездің жарық кезеңі жүзеге асырылады. Кеттік әрмен қарай. Енді фотосинтездің жарық кезеңінің өзінде маңызды екі бір процесс жүзеге асырылады. Оның ең бірінші процесі су фотолизі деп аталады. Су фотолизі. Су фотолизі дегеніміз қарапайым тілмен айтатын болсақ, жаңағы H2O, яғни су ыдырауы. Су электролизіне ұқсас жарық энергиясының есебінен судың ыдырау реакциясы. Мына жерде су фотолизінің теңдеуі көрсетілген, яғни H2O ол неге ыдырайды? Протондарға, бос электрондарға және атмосфераға бөлініп шығатын оттегіге ыдырайды. Осы үш маңызды затқа ыдырайды. Сол себептен де бұл процесс маңызды су фотолизі деп аталады. Осы су фотолизінде атмосфераға оттегінің бөлініп шығатындығын 1939 жылы Роберт Хилл деген ғалым, мінекей саған қарап тұрған ғалым, осы ғалым су фотолизіндегі оттегі атмосфераға бөлініп шығады деп анықтап ашқан ғалым болатын. Әрмен қарай келесі екінші маңызды процесс ол фотофосфорлану. Фотофосфорлану дегеніміз бұл ежелгі фотосинтездің түрі деп те келеді. Жарық энергиясының есебінен, яғни күн сәулесінің есебінен мына жердегі тұрған АДФ дегеніміз аденозин дифосфат, яғни екі фосфор қышқылының қалдығы тұр. Мінекей бірінші, екінші. Осы АДФ-ке тағы да бір фосфор қышқылының қалдығы қосылуының нәтижесінде АТФ-тің түзілуі. АТФ аденозин трифосфат немесе аденозин 3 фосфаты. Осы АТФ-те мінекей 1, 2, 3 фосфор қышқылының қалдығы тұр. Осы АТФ-тің синтезделу процесі фотофосфорлану процесі деп аталады. Мінекей маңызды балалар, фотосинтездің жарық кезеңде жүретін осы екі кезеңді қазір сен жақсылап суретте түсінетін боласың. Әрмен қарай жалғастырайық. Енді осы фотофосфорланудың өзі, яғни АДФ-тен АТФ-тің жасалу процесінің өзі үлкен екі түрі бар. Ол циклді кезең және циклсіз кезең. Алайда біз жақсылап қазір тоқталамыз мына бір тұрған циклсіз кезеңге. Себебі неде? Себебі циклсіз кезеңде маңызды фотожүйе 2, фотожүйе 1 деген
күрделі жүйелер қатысатын реакция жүреді. Бұл фотожүйе дегеніміз не нәрсе, қазір оны да жеке түсіндіретін боламын, асықпаймыз. Және циклсіз кезеңді жақсылап қамтимыз, жақсылап тоқталамыз деп жатқан себебім, бұл жерде бақандай 7 түрлі саты жүреді. Яғни бағанағы айтылған заттардың түзілуі үшін жарық фазасындағы 7 түрлі саты жүреді. Ал енді циклді кезеңі не үшін қажет? Циклсіз бен циклді деген сөздің өзінің анықтамасына қарайықшы. Циклсіз, яғни ол тұйықталмаған, түзілген заттар сыртқа басқа жаққа жұмсалып жатыр. Яғни бағана НАДФ H2 мен АТФ-тің қараңғы фазасына қарай кетуі, бұл циклсіз кезең. Алайда циклді деген сөздің өзі мына сағаттың тілі тәрізді. 12-ге қайта-қайта сағаттың тілі келіп отыр, яғни цикличный, айналып қайта-қайта келіп отыр. Сондай кезең бұл кезең. Циклді кезең небәрі 2 сатыдан тұрады, және бұл кезең егер де циклсіз кезеңдегі түзілетін АТФ, яғни жалпы фотосинтездегі АТФ жеткіліксіз болған кезде ғана қосымша жол ретінде АТФ-ті синтездеуге қатысатын кезең ретінде ғана қарастырылады бұл циклді кезеңі. Сонымен біз қазір жақсылап тоқталамыз циклсіз кезеңіне. Так, осы жерге дейінгі айтылған мәліметтер саған жақсы түсінікті болды деген ойдамын. Осымен біз екі процестің маңызды жүретіндігін ашып көрсеттік, Кеттік ендеше. Циклсіз фотофосфорлануға тоқталып өтейік енді. Циклсіз фотофосфорлануды да ашқан ғалым бар. 1957 жылы Арнон деген ғалым ашқан. Бұл жерде фотожүйенің екеуі де қатысатын күрделі процесс, және де айтылып кеткендей 7 сатыдан тұрады делік. Фотожүйе дегеніміз не нәрсе енді? Фотожүйе 2 деген бар, фотожүйе 1 деген бар. Сенде мына бір сурет жақсы таныс болу керек. Бұл, егер сен 11-ші сыныптың оқушысы болсаң, 11-ші сыныптың 1-ші бөлімінде 8-ші параграф 47-ші бетті ашып қалған кезде кітабыңда осы сурет тұр. Дәл айттым ау деймін, шатаспай. Так, осы сурет арқылы мен саған түсіндіріп өтейін фотосинтездің жарық кезеңін. Жаңа сабақтың басында айттым, фотосинтездің жарық кезеңі тилакоидтың мембранасында жүзеге асады деп. Тилакоидтың мембранасы бар. Мінекей, тиын тәріздес тилакоид, оның мембранасы бар. Сол мембрананы мына бір жерін кесіп алып, тіке жаятын болсақ, мына суреттегі көріністі байқайсың. Енді тилакоидтың мембранасының өзі кәдімгі жасушаның мембранасы тәрізді фосфолипидті мынандай қабаттан тұрады. Ал фосфолипидті қабаттың сен қандай қабат екенін білесің, гидрофильді басынан және гидрофобты мынандай құйрығынан тұратын қабат, фосфолипидті қабат. Енді осы тилакоид мембранасының бойында түрлі заттар бар, кешендер бар, коферменттер бар, нәруздар бар, Енді қара. Екінші фотожүйе, бірінші фотожүйе дегеніміз міне суретте айқын байқалып тұр. Екінші фотожүйе және бірінші фотожүйе. Барлық процесс екінші фотожүйеден басталады. Бірақ сен ойлауың мүмкін, екі неге бірден бұрын тұр деп. Бірінші ғалымдар мына бірінші фотожүйені ашып анықтаған, алайда кейін уақыт өте келе екінші фотожүйеде анықталған. Екінші фотожүйе кейінірек анықталғанмен процестің барлығы екінші фотожүйеден басталады. Сол себептен де қатты бас қатырудың қажет жоқ. Не үшін? Орын ауысып кеткен деп, Енді кеттік. Екінші фотожүйеде маңызды процесс жүзеге асады. Ол су фотолизі, бағанағы судың ыдырауы, Мына мембрананың ішкі бөлімін бағана айтқан болатынбыз, тилакоидтың қуысы біз тилакоид люмені деп атады. А мына сырт жағы ол не? Строма. Строманың өзінде де жеке-жеке былай жүретін протондары бар. Протондарды артық салып қойсақ та болады. Енді қара, мына тилакоид мембранасындағы жүретін фотосинтездің жарық кезеңінде су фотолизі, яғни судың ыдырауы жүреді. Судың ыдырауының нәтижесінде бос оттегі не істейді? Атмосфераға қарай шығады бос оттегі. Сонымен қатар судың ыдырауында бос протондар және плюс, мына жерге салып қойын, бос электрондар ыдырайды, яғни ыдырап шығады. Енді мына протондар мен электрондардың өзі қазір қандай да бір заттардың жасалуына қатысады. Және соңғы нәтижесінде біз мына жерде НАДФ H2-ні және АТФ-ті жаңағы 7 сатыны түсініп болғаннан кейін осы НАДФ H2-ні АТФ-ті түзілуін шығаруымыз керек. Түсінікті, 7 сатыны қазір мен жеке-жеке айтып өтетін боламын. Кітапта да сенде әдемілеп 7 сатыны көрсетіп қойған, алайда кішкене күрделірек тілде айтылғандықтан сен сәл түсінбеген болуы мүмкін. Сол себептен мына сурет арқылы мен саған жақсылап түсіндіретін боламын. Кеттік ендеше. Дайын болсақ, осы 3 заттың шығуы керек. Оттегі атмосфераға бос бөлініп кететін болса, НАДФ H2 мен АТФ екеуі фотосинтездің қараңғы кезеңі Кальвин циклының жүруіне қарай көмекке кетеді. Ендеше бастайық.
циклсіз фотофосфорланудың 7 сатысының алғашқы сатысына кезек берейік. Міндетті түрде мына жерде жаңа кітаптағы суретті де қойып қойдым, және қасына гифканы да қойып қойдым, чтобы сен гифкамен де жақсылап қозғалысын қалай болатынын көріп отыру үшін. Шашырап жатқан күн сәулесі жарығы, яғни жарық фотондарының түсіп жатқандығын гифкада анық көруге болады. Кеттік ендеше. Бірінші сатыда, екінші фотожүйеде, мына сатылардың анықтамасында кітаптағы берілген анықтама бар, алайда мен оны суретте қарапайым тілмен өзіңе түсіндіріп өткім келеді. Екінші фотожүйеде су фотолизі жүреді деп айтылады. Түзілген электрондардың біреуі фотожүйенің реакциялық орталығы хлорофиль А молекуласына түседі. Бағана айттым саған, хлорофильдердің төртеуінің ішінде хлорофиль А осы жасыл өсімдіктің бойында өте көп кездеседі, және Б да кішкене салыстырмалы түрде азырақ кездеседі Аға қарағанда. Кеттік, фотожүйе 2-ні тауып алайық. Мына жерде фотожүйе 2 тұр. Осы фотожүйе 2-де мінекей судың ыдырау процесі жүзеге асады. Су ыдыраған кезде жаңағы айтылған оттек ыдырап атмосфераға қарай бөлініп кетті. Протонға ыдырады және бос плюс электрондарға ыдырады. Енді бұл жерде келесі екінші сатыға сразу көшейін. Екінші сатыда мына екінші фотожүйенің өзінде жаңа су фотолизі процесі жүрді дедік қой. Екінші фотожүйенің ішінде хлорофиль дәндері бар. Хлорофиль пигменті, жаңа А хлорофиль дедік қой. Және осы жерде екінші фотожүйенің өзіне тән электрондары бар. Тыныштық күйде тұрған электрондар бар. Алайда мына сырттан жарық келген кезде, мына фотожүйеге сырттан жарық келіп түскен кезде тыныштық күйдегі электрондар не істейді? Қоза бастайды. Қозып, бұл екінші фотожүйеден сыртқа қарай шығуға бейімделеді. Сыртқа қарай шығар кезде мына жерде бір акцептор бар. Сол сыртқа шығатын қозған электрондарды қабылдап алатын акцептор бар. Ол акцепторды біз феофитин дейміз. Мінекей. Энергияға бай жарық сәулесінен қозған электрондар, олар екінші фотожүйенің бірінші акцепторына қарай не істейді? Барады. Сөйтеді де әрмен қарай үшінші сатыға келейік. Осы феофитинге барған қозған электрондар әрмен қарай бір акцептордан екінші акцепторге қарай ауыса бастайды. Ол деген сөзіміз, ол акцепторлар мінекей пластохинон, пластоцианин. Бұларды кітапта акцептор деп көрсеткен саған. Бұлар коферменттер, Енді қара, бұл жердегі қозған электрондар жарықтың есебінен мына жерден әрмен қарай бірінші феофитинге барды. Феофитиннен әрмен қарай не істеді? Тасымалданды мына пластохинонға. Одан кейін мына жерде цитохром деген кешен бар, сол арқылы өтті. Сөйтті да пластоцианин деген акцепторға барды және әрмен қарай бірінші фотожүйеге қарай кетті. Алайда мына стрелкалардың барлығы жаймен деп төменге түсіп бара жатыр, байқасаң. Бұның себебі неде? Бұның себебі әр жерге тасымалданып өткен сайын электрон өзінің энергиясынан айырыла бастайды. Электрон өзінің энергиясынан айырыла бастайды. Яғни әрбір кешенге тоқтаған сайын айырылып, өзінің энергиясынан айырылып, шаршап шалдыққан күйде, энергиясынан айырылған күйде бірінші фотожүйеге жетеді. Енді қараңдар балар, мына екінші фотожүйе өзінің қозған электрондарынан босағаннан кейін бұл жер электрондардан босап қалды ғой, сыртқа шығып кетті электрондар, Бұл жер енді бос электронсыз қалмау қажет. Ол босаған электрондардың орны жаңа бір электрондармен не істеуі қажет? Толығуы қажет. Ол электрондарды қай жерден толықтырамыз? Мына жердегі су фотолизін ыдыраған кезде оттек атмосфераға бөлініп кетті. Тағы да айтам, мына жерде бос электрондар да бөлінген болатын, есіңде болса. Осы бос электрондар екінші фотожүйеге барып, сол босап қалған электрондардың орнын не істейді? Толтырады. Шығып кеткен электрондардың орнын толтырады. Енді әрмен қарай үшінші сатыда мінекей жинақталған барлық энергиясын берген, жаңағы шаршап шалдыққан электрондар соңғы акцептор пластоцианиннен бірінші фотожүйеге беріледі. Яғни қара, мына жердегі пластоцианиннен өтіп бірінші фотожүйеге келеді энергиясынан айырылған электрондар. Сөйтеді де бұл жердің өзінде А хлорофильдері бар. Енді бұл электрондар бірінші фотожүйеге келгеннен кейін сәйкесінше дәл екінші фотожүйеге түскендей жарық бірінші фотожүйеге де не істейді? Түседі. Опять-таки жарық бірінші фотожүйеге түскеннен кейін ол жердегі электрондарда энергияға байып қозады, Ол жердегі электрондарда не істейді? Сыртқа шығуға әрекеттенеді. Келесі сатыға өтейік. Бұл жердегі электрондар бірінші фотожүйенің бірінші акцепторы ферридоксинге беріледі енді.
Мінекей бірінші фотожүйедегі қозған электрондар сыртқа шығып, мына жердегі акцептор ферридоксинге беріледі. Ферридоксин табиғаты жағынан ол да нәруыз. Қандай нәруыз? Метаболикалық реакцияларда тасымалдайтын нәруіз болып табылады ферридоксин. Енді осы ферридоксинге берілді электрондар. Әрмен қарай электрон мына жерде бос электрондар сыртқа шыққан ферридоксинге түсті. Сонымен қатар бұл жерде ферридоксин нат редуктаза деген фермент бар. Осы ферментпен де біргеді. Сөйтіп соңғы 7-ші сатысында соңында энергиясын барлығын берген мына бір электрондар ферридоксинмен қосылып, ферридоксин нат редуктаза ферментімен қосылып, мына жердегі тасымалдауыш, сутек тасымалдаушысы НАДФ-ке мына атмосфера стромадағы жүрген протондарды өзіне қосып НАДФ-H2-ні жасайды. НАДФ-H2-ні жасайды. Сонда НАДФ-H-ті қосып НАДФ-H-ті жасайды ғой. Сонымен осы жерде электрондардың, протондардың барлығының әрекеттесуімен қосылуымен НАДФ-H2 түзілді. Сонымен 7-ші сатыға да келдік. Енді НАДФ-H2 түзілді. Мына жерде бос оттегі итакта судың фотолизі кезінде атмосфераға уже шығып кетті. Ал енді АТФ қайда деген сұрақ туындайды, иә? АТФ қай жерде түзіледі? Енді қарай ғой, лидерім. Мына жерде судың ыдырауының нәтижесінде протондар да бөлініп шыққан болатын, иә? Мына жердегі электрондар уже мына екінші фотожүйеге кетті делік. Протондардың барлығы суда ыдырау нәтижесінде түзілген мына тилакоидтың, люменнің, яғни қуыстың ішіне не істейді? Көп болып жинақталады. Осы протондар жинақталғаннан кейін мына строма жақтағы протондардың өзі де мына жердегі жарықтың есебінен энергияның көптігінің нәтижесінде былай ішке қарай өтеді. Мінекей ішке өткен протондар. Барлық протондар сырттан да келеді, іштегі барлығы тилакоид люменнің ішіне протондардың барлығы толығады, жинақталады. Ішіне сыймай, олар да бір сыртқа шыққысы келіп тұр, алайда олардың сыртқа шығуына есік терезе жоқ тилакоид люменнің ішінде. Қуыс қой. Сол қуыстың ішінен шығудың бір-ақ жолы бар. Ол мына бір АТФ синтаза деп аталатын, жаңа гифкада карусель сияқты айналып тұрды ғой. Осы АТФ синтаза арқылы өтіп қана протондар сыртқа шыға алады. Ойлайтын шығарсың, не үшін протон ішке кіріп қайттан сыртқа шыққысы келіп жатыр деп. Енді физиканың заңдылығына сүйенетін болсақ, жаңағы ішкі диффузия заңдылығы болсын, тағы басқа болсын, іштегі жоғарғы толыққан градиент ол сыртқа қарай шыққысы келеді, иә? Сол мына ішіндегі толыққан протондардың барлығы сыртқа қарай шыққысы келеді, яғни мына стромаға қарай өткісі келеді. Енді сол стромаға қарай өту үшін, сыртқа шығу үшін АТФ синтаза кешені арқылы протондар өту керек. Мінекей стрелкамен өтіп тұр, иә, осы арқылы. Сол кезде АТФ синтаза жаңа гифкада көрсетілгендей карусельді айналдырып, протон әр өткен сайын АДФ аденозин дифосфаты 2 фосфор қышқылынан тұратын. Бір фосфор қышқылын қосып алу арқылы АТФ-ті жасап үлгереді. Сонда нәтижесінде фотосинтездің жарық кезеңінде үшінші бір затта түзілді. Оттегі кетті атмосфераға, біз тыныстау үшін НАДФ-H2 түзілді және АТФ түзілді. АТФ пен НАДФ-H2 қол ұстасып, екеуі келесі фотосинтездің қараңғы кезеңінің жүруіне жұмсалады. Сонымен циклсіз фотофосфорланудың кезеңі 7 сатыдан тұратын аяқталды. Мына жерде циклдік фосфорлануды да бір айта кетейін. Бұл да ең ежелгі процестің бірі фотосинтездегі. Алайда бір қызығы, мына екінші фотожүйе бұл циклдік фотофосфорлану кезеңінде қатыспайды. Мына бірінші фотожүйемен ғана шектеліп жатады, және осы жерде ғана тұйықталып өтіп жататын болғандықтан бұл циклдік кезеңі. Алайда бұл жерде циклді фосфорлануда жасушада сутек бөлінбейді. Тек қана АТФ-тің ғана синтезі жүреді. Бұл процесс, циклді фосфорлану процесі, фотосинтез процесі үшін егерде АТФ жеткіліксіз кезде ғана қажет қосымша жол ретінде ғана қарастырылады. Алайда маңызды заттардың барлығының түзілуі сол циклсіз кезеңде жүріп өтті лидерім. Сонымен фотосинтездің жарық кезеңі өзіңе қарапайым тілде түсінікті болған болса, ұнаған болса, өзіңнен қолдауды күтемін. Келесі сабақтарда өзіңді асыға күтемін. Сау, саламатта бол.